Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы ел қорғау азаматтық парыз деп аталады. Бүгінгі сабақта мәтіндегі негізгі ойды анықтау, берілген мәліметтер мен пікірлерді өңдеу және толықтыру. Білім алушылар, әдеттегідей сабағымызға бір қадам жасау мақсатында бүгінгі сабағымыздың негізгі ұғымдарымен таныса отырайық. Азаматтық парыз дегенді қалай түсінесіздер? Туған елге, жерге, оның топырағына деген сүйіспеншілік неден бастау алады? Оқушылар, бұл сұрақтар аясында толығырақ жауап алу үшін келесі тапсырмаға назар аударуларыңызды сұраймын. Азаматтық парыз адам мен қоғам үйлесімділігін білдіретін әлеуметтік, этикалық ұғым, жеке тұлғаның туған жер, атамекен, отан, халық алдындағы парызы. Қазыбек би: алтын ұяң отан қымбат, туып өскен елің қымбат, кіндік кесіп кір жуған жерің қымбат деген. Адамзат пен отанды сүю тек азаматтық парыз емес, сонымен бірге ар-намыспен де байланысты. Ерді намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді деген осыны меңзейді. Адамзат үшін тіршіліктің ең қиыны, күрделісі нағыз адам болу. Адамға өз ісін жетік білу де азаматтық парыз. Азаматтық парыз адам құқықтарын қастерлеумен тығыз байланысты. Азамат өз құқықтарын пайдаланып қана қоймай, сонымен бірге қоғам, заң және басқа тұлғалар алдындағы жауапкершілігін сезіну қажет. Азаматтық парыз, азаматтық қоғам, құқықтық мемлекет және халықтың шынайы билігі бар жағдайларда толық жүзеге аса алады. Оқушылар, тыңдалым мәтінін негізге ала отырып, кестені бірге толтырып көрейік. Оқушылар, мәтінді менімен бірге ілесе оқи отырыңыздар. Туған елге, жерге, оның топырағына деген сүйіспеншілік әрбір жан үшін аса киелі ұғым, ыстық сезім. Туған ел кіндік қанымыз тамған, туып өскен жеріміз, отбасымыз, ата-анамыз, ауасын жұтып, суын ішіп жүрген кең байтақ атамекеніміз. Міне осы туған ел мен жерге ие болу, амандығын тілеу әрбір адамның азаматтық борышы. Әркімнің өсіп өнген жері, оның туған елі. Адам туған жерін қастерлеп, қадіріне жете білуі тиіс. Туған елінің қадіріне жетпеген, өз қадіріне жетпейді деген халық нақылында. Ендеше, туған жері мен елін құрметтеу, оның даңқын асыру әрбір азаматтың міндеті. Торғай екеш торғайда, өз ұясын қорғайды демекші, расымен де туған жерге деген ыстық сезім жалпы адамзаттық, адамгершілік қасиеттерге жатады. Оқушылар, мәтінді мұқият тыңдай отырып, тест сұрақтарына жауап берулеріңізді сұраймын. Домалағана. Домалағананың қадір қасиеті ертеден ақ танылған. Ел аузында ол кісі жөнінде аңыз әңгімелер көп. Бірде Алатау асып келген қалың жау Қаратау жанын жайлап отырған Бәйдібектің ауылын шауып, сан мың жылқысын айдап кетеді. Бәйдібек бастаған ел азаматтары ауылда болмаса керек. Содан жау шапты деген хабарды естіп, Бәйдібек елден жасақ жинап, қасына үлкен әйелі Сары бәйбішеден туған 6 ұлын алып, жауға аттанғалы жатқанда, Нұрила, яки домалағана, бәйеке, малдың құты, жылқының иесі құла айғыр қолда қалды. Амандық болса, 6 күннен кейін жылқы жауға қайыр бермей, өзі ауылға келеді. Жауды қума. Азаматтар аман болсын. Осы тілегімді беріңіз деп, өз отауының белдеуінде байлаулы тұрған, жүген құрық тимеген шу асау айғырды көрсетіпті. Бірақ жауға кектенген батыр, әйелінің тілін алмай, жасағын бастап жүріп кетіпті. Бәйдібек жасағы жауға күйік асуында жетіп, қырғын ұрыс салыпты. Алайда жасанып келген жау
аттанға ілесіп, атқа қонған аз жасаққа теңдік бермепті. Осы соғыста қаза тапқан 6 ұлын 3 Қарасай жазығына жерлеп, батыр кері қайтыпты. Арада 6 күн өткенде байлаулы тұрған құла айғыр жер күңіренте дүлей күшпен кісінепті. Сол күні кешке шығыстан қалың шаң көтеріліп, ұзамай Бәйдібектің қалың жылқысы көрінеді. Ереуілдеп барып, кері қайтара алмаған жылқыны домала ғана осылайша үйде отырып-ақ түгел қайтарып алған екен. Оқушылар, мәтіннің мазмұны бойынша тест сұрақтарына жауап беріп көріңіздер. Жарайсыңдар оқушылар, дұрыс ақпаратты тексеріп көрейік. Оқушылар, отанды, елді қорғау, бейбіт өмірдің қадірі туралы нақыл сөздерді қатыстырып, ел қорғау азаматтық парыз тақырыбында хабарламалық эссе жазуды ұсынамын. Оқушылар, бүгінгі сабағымызда ел қорғау азаматтық парыз тақырыбы аясында білімімізді ары қарай жетілдіре түстік. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.